40 жасынан бастап өз бизнестерін бастаған миллиардерлер. Бұл видео бізге кез келген істі бастауға уақыт шектеуі жоқ екеніне мотивация береді. Бұл Red Bull компаниясының негізін қалаушысы. Ол өз кәсібін 40 жасында бастаған. Оның жеке байлығы 27 миллиард долларға бағаланады. Дмитрий Зимин Билайнның негізін қалаушысы. Ол Билайнды 59 жасында құрды. Қазір бұл СНГ-дағы ең бай компаниялардың бірі. Амансио Ортега 40 жасында Зарының негізін қалады. Қазір ол әлемдегі ең бай адамдардың бірі. Дэвид Дофилд қазір оның байлығы 1,1 миллиард доллар тұрады. 47 жасында ол жұмысынан шығып үйін кепілге қойып, үлкен бизнес бастауға үміттенді және ол сәтті болды. Оның PeopleSoft компаниясы қолданбалы бағдарламаны қамтамасыз ету нарығында әлем бойынша екінші орын алады. Мэри Кей, ол 45 жасында Мэри Кей деп аталатын косметикалық компанияның негізін қалады. Қазір ол әлемдегі ең үлкен косметикалық компаниялардың бірі болып табылады. Жылдық жалпы сатылымы 3 миллиард долларды құрайды. Джон Абель, ол медициналық құрылғыларды шығарады. Ол өз бизнесін 42 жасында бастады. Ал оның қазіргі байлығы 1,2 миллиард доллар. Бір істі бастау ешқашан кейін емес. Біздің